достар, сіздермен бірге мен Мейіртоқа достар. Бүгін мен сіздермен егіздердің 4-ші сериясы. Достар, мен комментке жазғанмын. Бәріңіз бір қыз айтыпты, я шығаршы деп. Әрине шығарамын. Ендеше бастамай тұрып тіркеліп лайк басыңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Ал видео бітті. Енді бұны мен ютубқа салым керек. Я сал. Жарайды, мен бұны шкафчикке қоя салайын, лампа екеуін. Қазір ертең мектепке баратын күніміз, білем. Жарайды, қазір ұйықтайық, кеш бопты. Иә. Так, болды, ұйықтайық. Сөйтіп олар ұйықтайды. Таң атады. Так, сұтырайын. Бүгін сабаққа баратын күніміз ғой, айтпақты. Так, сағат неше бопты? Так, сағат 10 бопты. Біздің сабақ 11-де барамыз. Алима. Ойбай, не болды? Сағат 10 бопты, 11-де сабаққа барамыз. Не тек киінейік. Я қазір. Ойбай. Ойбай, сағат 10 боқапты ғой уже. Жарайды, мен кеттім, тез тамақ істейін қыздарға, қазір сабаққа кетеді. Такс, болдым. Қыздар, жүріңдер тамаққа. Ой, анашым тамаққа шақырып жатыр. Так. Халима, киінсей. Менің ұйқым келіп тұр. Ой, Алима деймін. Не болды? Киінсей. Киін бол тез, мен кеттім. Адам шошытты ғой, тура бір бар ғой. Айғалап. Алина, боянбайсың ба? Ой, қазір. Все, мен болдым. Мен де болдым. Кеттік. Соткымызды алып алайық. Сөмкемізді алып алайық потом. Менікі міне. Кеттік. Так, қой тұрайын. Таң ата қапты ғой. Мен жұмысымнан қалқамайын, тез барайын құрсын. Кел тамақ ішсей. Мен жұмысыма кешіп баратырмын. Ойбай, немене асық баратыр, Жарайды, қыздар. Ше қойындар. Ал қыздарым, сабақтан бесік алып қайтындар. Рахмет, анашым. Қыздар, енді мектептегі ең алғашқы күндерін жақсы өткендер, жайма? Жарайды, анашым, пока, біз кеттік. Қыздар, жарайды, аяқ жинап сайын мен тез. Саламатсыз ба? Сабағыңызды бөлсем кешіріңіз. Не жұмыспен келдіңіз, айта беріңіздер. Сіздердің класстарыңызда жаңадан оқушы келген. Аттары егіздер, аталы Алина, Алима. Есіме түсті. Осы қыздар екен ғой. Жарайды, кіріңдер, қыздар. Балалар танысып кеттіңдер. 2 егіз қыз, Алина, Алима. Жарайды, мен кеттім. Қыздар, қайсың Алина, қайсың Алимасыңдар? Менің атым Алима. Жарайды, сумкаларыңды барып шкафқа қойып келіңдер. Жарайды. Так, соткамды қоя салайын. Алима, сені мектепте күтем. Кабинетте. Қазір. Так, мына менің блокым. Кітабымды алып алайын. Так, қазір бізде математика. Жарайды, балалар, біздің мектепте бірінші рет егіз болып тұр, сондықтан таң алмаймыз. Сабағымызды ашамыз. Егіздер ғой, шо. Бағана құрса егіздер келген. Сол ғой, ма. Кім? Атын кім еді? Қай менің ба? Сенің Камила,
Камила ачык кийим чечип отур. Азыр бетиңе күн түсүп турган жок. Жарайды. Апайка дейм да, бир түрлүү апайка шем. Сол кой. Жарайды енді. Жарайды балар, сабакты жыйнала бериңдер. Салем кыздар. Салем. Таанышып коюңдар. Менин атым Жасмин. Менин атым Алина. Менин атым Алима. Танышканыма кубанычтымын. Бизде каршы эмес болсуңдар, подружка болууга каршы эмессиңерби? Жок. Жарайды. Кастардан алсам болобу? Иә, келип отур арине. Апайга канышты ғой. Очкилеримди кийиңдер деп. Тагы чечиңдер деп. Сол ғой. Ойбайналар уже подружка болупту ғой, кеттикши. Булар менен аралашып отурат, убактымыз жок. Сен айтпашы. Жарайды, мен кеттим. Асхана ушинтиптир да, нетсе келе бересиңер ғой, мен кеттим. Салем кыздар, аттарың ким? Биздин атымыз, менин атым Алина, Алима. Өтүнүш, ары карак жүрүңүшпүздүн. Не болуп калды? Арыраак жүрүңүштөр койсуңдерге биз. Эмне? Жай айткан сөздү койсуңдарбы? Болду, кеттик биз. Ойбай, кыздар коркунучтуу экен. Анын аркасындагы Алина эмет, сондай. Кош, жарайт. Алима, сенин осундай кылыгың бар деп ойламаппын. Енді аларга айтып айтпасаң, түсүнбөйдүм. Жарайды, не дейик? 3 этажга барайык. Вроде осы ғой деме. Осы жакта кеттик көрейик. Жасмин, биз келдик. Баси сендерди көп күттүм ғой. Жарайды, не аламыз? Билмейм. Жарайды, азыр алып келейик, кеттик. Сендердин асханалардын дәмин көрейик. Иә, өтө дәмдүү биздин асханаларга тамактар. Ал көрейик. Өтө дәмдүү экен. Кайсы мен көрейин? Өтө дәмдүү экен шынымен де. Иә, айттым ғой сендерге биздин асханага тамактар дәмдүү деп. Жарайды, кеттик, сабакка барайык. Жок, кичине отура турайык, аңгемелешип, сүйтүйүк. Жарайды онда. Курбум, кеттик, шумunda отура турайык. Айтпаш, соң шаршап кеттик кой. Так, тамагыбызды алып кеп алайык мында. Мына кыздар мен таанымадым. Мектептен бери бизге жаман карады. Бул ана очкидагы отурган кыздын аты Камила. Мына кыздын аты Азиза. Түшүндүм. Сонда бул кыздарга не болгон? Иә, мен де түшүнбөдүм сону. Короче, бул кыздар өзүнчө өзүн мектептеги красоткалар санайды. Булардын жигиттери ана чачтары ак бирденки жигиттер майлы олар эмеспи? Иә, солар. Байкандар улдардан просто сендердин акчаларын пайдаланат, да кетет. Просто алардын парасы десе де болот. Түшүндүм. Сонда булар өзүнчө кыз болуп турбу? Иә, солай ғой. Короче, бүгүнчө апам акча бермекчи. Не болду, не үчүн? Ой, бір берген 5 000 теңге ғой. Оған да тимейт.
Соны айтамын, Диордың заттарын алайық десек, папа да маған 5000 беріп қояды. Сол ғой, жекші тамағымызды. Соны айтып берші. Жарайды, онда кеттік. Жарайды. Жарайды, Жасмин, біздің қайтатын уақытымыз болып қапты. Иә, уже мектептен бәрі қайтып жатыр, біз де қайтайық. Жарайды. Жарайды, мен кеттім. Покандар, қыздар. Пока. Сау бол. Все болды, қайтайық, мамалар біз іздеп жатқан шығар. Иә, қыздар, тез үйлерімізге қайтамыз, мектепті жабамыз. Иә, ағай, біз қайтып бара жатырмық. Уф, наконец-то келдік үйге. Иә, мен сабақтан қатты шаршап кеттім. О, менің алтын қыздарым келіпті ғой, жандарым. Қалай болды сабақтарың? Күшті болды. Иә, маған ұнады. Маған да. Жарайды, алтындарым, сендер бара қойыңдар. Жарайды. О, менің королева принцессаларым кепті ғой менің. Мама, біз келдік. Иә. Жандарым, қалай болды сабақтарың? Мә, күшті өтті. Иә. Жандарым менің. Ақылды өздері барып шешіне қойыңдар. Потом тамаққа келіңдер, иә? Сендердің жақсы көретін тамақтарын істеп қойдым. Жарайды. Қалай бүгін саған сабақ ұнады ма? Почти ұнады десе де болады. Маған қатты ұнады. Прям күшті болды. Жарайды, енді киімімізді ауыстырайық. Бүгін мен көйлек кигім келіп тұр осындай. Мен де соны кие салам ғой деймін. Кеттік. Ал, біз келдік. Ол қыздарым келіпті ғой. Мә, қандай күшті тамақ жасап қойғансыз, мама. Дәмін көргім келіп жатыр. Енді көрейік тез. Қыздарым бәрі сендер үшін. Иә, алтын қыздарым сендер үшін ғой бәрі. Ал, айтпақты, сабақтарың қалай болды? Ұнады ма сендерге өзі мектеп? Иә, бізге мектеп қатты ұнады. Өте күшті екен. Иә. Негізі маған сол мектеп ұнап қалды. Но енді бір Жасмин деген қызбен таныстық. Иә, Жасмин деген бір қызбен таныстық. Ол қыз күшті, бізге мектепті аралатты. Үйге қонаққа шақырсаңдаршы. Үйге? Иә, үйге. Жоқ, пап, шақырмай қояйық. Иә, бірақ. Жарайды, біз тойдық, барайық бөлмемізге. Иә. Мен қыздарды сол мектепке көшіргеніме қатты қуанам ше. Мен де жақсы білім алып жатыр сол мектептен. Иә, бірақ. Жарайды, жүр. Достар, осымен біздің егіздер деген сериалымыздың соңғы бөлімі де бітті. Достар, комментке жазып кетіңіздер. Сіз енді қандай сериал шығарайын, соны комментке жазып кетіңіздер. Маған тіркелі лайк басуды ұмытпаңыздар, және қандай сериал шығарайын, соны комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Обязательно жазыңыздар, мен сіздердікін оқып. Кімдік, мысалға, кедей отбасы деген көп шықса, бай отбасы деген көп шықса, соны шығарамын. Сондықтан да комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Всем пока!